Фокус вниманияны жақсыға ауыстыр деген сөзді жиі естисіз, бірақ қалай жасауды білмейсіз. Біріншіден, өз фокус вниманияңыздың қайда екенін анықтап алыңыз. 3-4 күнде өзіңізді бақылаңыз. Соткаңызға ескертпе сигнал қойып қоясыз. Әрбір 30 минут сайын сигналды естіген кезде дәл қазір сіз не ойлап тұрсыз, соны қағазға жазып отырасыз. Қарыз кредит ойлап тұрсыз ба, біреудің сөзін, өкпе-реніш пе, бәрін жазып отырасыз. 3-4 күннен кейін нәтижесін қараңыз. Фокусыңызда негатив көп пе, әлде позитив көп пе? Егер негатив көп болатын болса, онда фокус вниманияңызды жаттықтыруыңыз керек. Оны жасаған кезде бар фокус вниманияңызды өзіңізге қойып үйреніңіз. Өзіңіздің тыныс алуыңызға, немесе өзіңіздің жүрек соғысыңызға, немесе мен дәл қазір фокус вниманиямды қолыма қойып жатырмын, саусақтарыма деген сияқты осылай жаттығуды жасауыңыз керек. Бұл сізге қазір оңай көрінгенмен, бұған едәуір уақыт кетеді. Осылай өзіңіздің фокус вниманияңызды жаттықтыру арқылы сіз оңай өз фокусыңызды негативтен позитивке оңай ауыстыра алатын боласыз. Жаттығуды жасап көріңіз, нәтижесімен бөлісіңіз, парақшама ұнаса лайк басып жазылыңыз, ұнамаса өтіп кетіңіз.